Ошондо батыр гүл чоро түнде таң эртеңден турганда эртең менен ой ойлоп ошондо сай сөөгү сыздап ойбойлоп кагынайын жараткан кан чорого барайын каранчан чародай абамды атаңдын көрүү дүнүйө бир баладан гана сактап калайын деп ошондо гүл чоро акыл ойлой калчап ошондо турат туруп гүл чоро ичинен түркүнгө ойлоп кепти мындай деп ойлоп кан чорого барууга кан чорого барганда эзелки кектин баарын кетирип кан чоро менен гүл чоро эптебебин табабамдын бир элдешип алсам деп ортого кепти салсам деп кекти кубай өч албай таарынышты жазылтып эл болуп минтип алсак деп кепке келсе кан чоро элдечип эл болуп эми калсак деп эбим унун тапсам деп атаңдын көрүү кан чоро ортого мепти мен салсам кебимди угуп коёбу камбакай менен каныкей булар кептиң угабы бул кепти уксаң эрсейтек алдагандай деп ойлойт атаңдын көрүү дүнүйө биттей кезде бирриктик бармактайда баш коштук каңгаушу турган береке как балтанын чубагы чубактын улуган чоро кан төгүшпөй бул менен бир элдешип алсам кан чоро бул экөө биттей кезде бириктик бармактайда баш коштук тайгунандай тебиштик талашып эмчек эмиштик биттей кезде биригип бир тууган болуп калды эле кан төгүшпөй ит менен дос болушуп алсам деп доштошуп алып мен өзүм кан чородой көк жалдын алдына бир акыл кептен салсам деп кан чорого барсам деп кан төгүшпөй ал менен эл болушуп алсам деп ортого кепти салсам деп кепке сөзгө келтирип ай чүрөк менен каныкей камбакай менен сейтекти кепке сөзгө келтирип эбин таап алсам деп эзелки тууган эл болот душман болбой бул менен бир элдешип алсам деп эбин таап барсам деп акыл ойлоп ой калчап Алмамбеттин гүл чоро шай колдон шер экен телеге тең экен акылга дыйкан зары күч шай колдон эр экен ала кеңдин гүл чоро кең пейилдүү ер экен өзү көлдөй чер экен ошол кезде береке таң агарып атканда таң сөгүлүп ошондо тараза жылдыз батканда ала кеңдин гүл чоро эр читкениң эрсейтек
жанындағы қарады бұларға келіп кеу айтат таласта жатқан қан чоро баралық ортоғы кепті салалық евін там елдешіп ел болып мінтеп қалалық егерде мындай қылбасақ қаптал жақтаған қай бар биyak жақта қазақ бар бұларыңа кеп кетер бөлініп қалған қырғыз деп бөлек елге кеп кетер қағылайын батырлар қан чоруғы баралық қанекей менен ай чүрек бір кепке бұларды келтіріп деп ошондо гүл чоро атаңдын көрі дүние мындай кепти кылганда гүл чороң айтып турганда гүл чоро сөзүн эп көрүп ошол кезде карасаң ай чүрөк менен каныкей ошол кезде карасаң қан чоруғы баруға ақылдашып кептешіп емементіп алыптыр ошол кезде гүл чоро эрчиткеннің эрсейтек кең таласқа барғанда кең қолдың төмін жағында төрөнүн сайған бағында ошо жердин үстүндө қара бөлтөк жерине барып қалған кез екен қан чоронун ордого ошондо гүл чоро жакындап қалған ғана кез екен гүл чороң ошондо қан чоронун ордого жақындап кирип барыптыр тигереги чеб экен коргонду мыктап келтирген ошол коргон ичинде қан чоронун ордосу болуп турган кез экен ошол кезде қан чоро кары толу кан болуп атағы жұртқа даң болып қарды чоро мінтеп қалың қырғыз еліне қалай манды баштап тұр қарын төгіп қорқытып елдің үшін моментеп алып тұрған кез екен аламандаған чоро алып тұрған кез екен алтай сайын салықты алсыз жатқан қырғызға ошондо салып тұрған кез екен күрсілдеген бұл чочко көп тұрған кез екен қаруға туған болқан болып қалайық қадаң болып ошол кезде қан чоро дордуға ту сүріп тұр атаңдың көрі дүние ушу тұрған қан чоро қанекенің қырғызға қалайыққа білгізіп мын ошондо карасаң билип жолго киргизип мындай кандан болуп тур ошол жерге барганда алла кеңдин гүл чоро калгасы сом темир алтын оз капкага жақындап кирип барганда каролчусу сакчысы найзасын алып короюп дарбазанын оозунда сакчысы бекем туруп тур кары толу қан чоронун алдына жолу пенде барбаптыр буга жолуккан аман калбаптыр сураксыз
иши барбаптыр, барған аман келбептір. Қары толы қан болып, қарын төгіп қырғызға, қардуға тубыл болып, мұны шентеп тұрып тұр. Қошыл кезде қарасаң, чоңғап қанын озында, Қанчоронun сақчысы, қырықтай нөкір бар екен. Ошу жерге барғанда, қарыл чусу сақчыға, сұрақ албастан, сұрақсыз кірді Гүлчоро жақын барғанда, Гүлчоро түйдің көргенде, сақчының бары қашты чачылып. Ошол кезде қарасаң, барысы қашты шашылып. Ошол кезде Гүлчоро зың-зың етіп кеннебе, Қанчородай қапырды, бұшқағына теңебе. Атаңдың көрі дүние, қарал чусу сақчысы, желдеттерінің барысын зың-зың етіп кеннебе. Кірген екен ченнебе, алда тала қудурет, Гүлчородой батырға, ердік менен шердікті берген екен ченнебе. Ошо кезде Гүлчоро оңдалысы кең болып, ойроту бұлчу шер болып, солдалысы кең болып, солонды бұзар ер болып, айдалысы кең болып, аламды бұзар шер болып, күчкө киреп алыптыр, баштағыдайға Гүлчороң алға келіп алыптыр. Қанчоронун сарайға кіріп барған кезекен, өтігін шешпей Гүлчоро, Қанчоронун ордығы өтікчен басып кірді дед. Ошол кезде Гүлчороң жай жараға жайлалу, қылычығында байлалу. Атаңдың көрі дүние, қара жақ чоң қамшы, оң білекте салыну. Ешігендің айвалта, сол қолында чалыну. Жарағы келде қыңғырап, ошол кезде Гүлчоро Қанчоронун қашына басып келді зыңғырап. Салодон салам алейкум, сандырғалы ғаннава. Қанчороң аваң есенбе, қағылайын аваке. Ордолу қалың көп қырғыз, елвиз есен жатавы. Қанчородай бір өзің шерімесен барсың бы, деп шетіп Гүлчоро Қанчоронун қашына тізесі жерге бүгіліп, ава келіп жүгіріп, басып келген кезекен. Гүлчоронун көлгенін зың-зың етіп кеннебе, бұшқағына теңебе. Чубақтың ұлыған Қанчоро, Қанчородой ғаныңа ой жаратқан қудурет, ердік менен кесірді берген екен ченнебе. Ошол кезде қарасаң, алтын тақтың үстінде, ар жағында чынарбақ. Ошо жерге барғанда, суңған бұту тартылбай, жұмған көзің açılбай, қоңырығы басылбай. Ошол кезде Қанчоро қымыз ичип мас болып, төшөктө жатқан кезекен. Сумган буту тартылбай, тамашаға батыптыр. Шатемир қызы чачыкей қойнынан алып жатыптыр. Күндөп түндөп Қанчоро чоң қызы қабатыптыр. Bir жұма бойы бұл өзі тамашаға батыптыр. Тареби мындай жатыптыр. Атаңдың көрі дүние,
ошол кезде канчоро чачы кейде зайыпты атаңдын көрүдүн үйө карасаң көчүгүн бекем кыз таптыр жанына жакын ыктаптыр тамашага батыптыр далай шондо жатыптыр муну шынтип жатканда ошол кезден үстүнөн гүлчөрө кирип калыптыр абаке кагылайын абаке акыбалың кандай деп ошол кезде гүлчөрө эки колу борунда атаңдын көрү дүнүйө акырын басып кыңайып канчоронун кашына басып келди гүлчөрө ошол кезде муңайып айтып турат мун айтып кагалайын абаке эзелики кекти кечели өч алышпай бирибизден тарынышты кечели элдешип алалык кагалайын абаке битте кезде бириктик бармак таштай бармак тайда баш коштук тайгунандай тебиштик талашып эмчек эмиштик тар төшөккө жатыштык кагалайын абаке бала кезден экөөбүз ордайтышып жатыштык казыны кесип жегиздик кагалайын энекем кайран энем каныкей атаңдын көрүң экөөбүзгө эмчегин эмизип ак сүтүн берген ал эле кагылайын камбакай акыл кептен кураган ал кабалды сураган акыл кептен бул айткан абабыз бакай эр эле сенин атаң эр чубак менин атам Алмамбет эгиз козудай жүргөн шер эле ой манас көк жалдын чогуу жүргөн чоросу доосу бул эле кагалайын абаке акыл эс кепке келишип дос болушуп алалык баштагыдай бололук жылдыгынды кең кол таластын башына барып коннолук баягы семетейдей абамдын бар кезинде бололук кел абаке колуңду деп ошентип айтканда гүлчоронун бул кебин зың этип кенебей бучкагына теңебей какшап турган чоронун сөзүн укпай канчоро кардана калды дейт ошол кезде канчоро оң жагына толгонуп ачарстандай комдонуп үйдө туруп алыптыр коңуругу басылып сунган буту тартылып какшап турган чорого жумган көзүң ачылып канчоронун ошондо калгадай кашка тиш калайыктан башка тиш качырата бек чайнап гүлчөрө какшап турганда канчоронун ошондо кан ичмесе чыңгармап жалы чыгып сөзүнөн айтып туруп ойлоп атаңдын күрүң ит кыяс түпкө жеткен эккөнго ушу турган чорону тазалап көзүн ойбостон муну түпкө гана жеткен экен арам өлгөн гүлчоро какшап гана турганын эми карачы ушу турган бугулду алма баш кылычтын алайын атаңдын көрүү дүнүйө какшап турган гүлчорону эми гана кылыч менен гана шилтей чабайын деп ошентип айткыча кудай бетин көргөзбө ошол кезден ай чүрөк гүлчоронун ошондо ушундай кебин укканда атаңдын көрүү гүлчоро бул сөзүңдү ким уксун ай караңгы түн уксун төшү түктүү жер уксун төбөсү ачык көр уксун атаңдын көрүү дүнүйө гүлчоро эмген оң эмчек канекей эмизген кезинде булакта аппак сүт чыккан канчоро эмген сол эмчек кара кочкулу кан чыккан мунун түбү чочко зилинде атаңдын көрүү дүнүйө зили чочко мал болбойт атаңдын көрүү канчоро акыры сагаң эри болбойт телегеи тең болбойт кошулуп сага дос болбойт бир тууган болбойт өзүңө атаңдын көрүү канчоро оор казат түбүңө
bir günüge жетет түбүңө уа чытат күбүңө дебошун тубай чүрөк айтып оду жымгыча ана мына дегиче ачып көздү жумгуча атанын күрүү дүнүйө беаяккан экейреңден калган береке алты торпо 40 тайга салтып алган ак тинте кынынан суруу ал деме жебеде мурун жеттеме айта буйта дегиче ачып көздү жумгуча ажыратып алгыча ошол кезде кайран жеңең ай чүрөк канчордой батырды ошону төшүнө гана манжармалып өткөн күпетип ошондо ак тактынын үстүнөн ошол кезде канчоро үнгө келбей гана эме сууладың канчороң өлүм болгондо Кудайыме түн көргөзбө канчородой батырда ошол кезде Гүлчоро аман алып калгыча ай чүрөк минтип жетиптир жеткен жерде канчорону жойкума менен ошондо минтип жойкуп өткөндө канчороң өлүм болуп кетиптир ажала минтип жетиптир атаңдын көрүү дүнүйө болор ишеми болду деп каалгадай кашкатыш качырата бек чайнап мына ошондо Гүлчоро бармак диштеп баш чайкап өкүттө калган кези экен атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо бир эки кең таластагы кыргыздын баарын жыйып алыптыр мына ошондо бир эки канчородой батырдын сөөгүн коюп таласка мына ошентип караптыр мына ошондо кыргыздын башы кутулуп баледен так ошентип калыптыр арадан нече ай өтүп ошол кезде Сейтекте ушул турган таласка көтөрүп алсак да мына ушинтип турган кези экен муну мындай таштайлык ар жагынан эми кабарды баштайлык